Ассаламағалейкум достар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы рисктерді басқару, тәуекелдерді азайту және де олармен күресу. Сабақтың мақсаты тәуекелдерді анықтау, бағалау және оларды азайту үшін стратегияларды үйрену керекпіз. Бүгін сабақта не өтеміз? Тәуекелдердің түрлерін анықтаймыз, тәуекелдердің бағалау және олардың әсерін төмендетеміз және де тәуекелдерді басқару үшін стратегияларды құрамыз. Негізгі ақпараттық бөлімге көшейік. Бизнесте тәуекелдерді басқару деген ол өте бір қажетті бір процестердің бірі, өте маңызды процестердің бірі. Ол компанияның табысын және де тұрақтылығын қорғайды екен. Тәуекелдерді азайту және олармен күресу үшін біз бірнеше қадамдарды орындауымыз керекпіз. Ең бірінші тәуекелдерді анықтау. Алдыменен сіздің бизнесіңіз қандай тәуекел бар екенін анықтаңыз. Бұл қаржылық тәуекелдердің заңды тәуекелдер, нарықтық тәуекел, технологиялық тәуекелдерге сондай бір болуы мүмкін. Келесі бір қадам тәуекелдерді бағалау керекпіз. Тәуекелдердің ықтимал зардаптары және олардың бір бизнеске бір әсерін бағалау керекпіз. Бұлар сізге қандай тәуекелдердің ең үлкен қауіп төндіретінін анықтауға көмектесетін болады. Үшінші тәуекелдік басқару стратегиясын құру. Тәуекелдерді азайту үшін стратегияларды жасайық. Мысал үшін сақтандыруларды алу, заңды кеңес алу, қауіпсіздік шараларын енгізу, сондай бір жүйелерді бір жақсарту деген сияқты тәуекелдерді азайтамыз. Жоспарларды орындау. Жоспарларды, стратегияны іске асыру керекпіз. Бұл үшін қажетті бір ресурстарды бөліп, және де сол тиісті шараларды қабылдау керекпіз. Өте маңызды. Бақылау және түзету. Тәуекелдерді басқару процесін үнемі бақылап, қажет болған жағдайларда түзетулерді енгізіп отыруымыз керекпіз. Бұл сіздерге жағдайларыңызға, өздеріңізге сәйкес стратегияларды жетілдіруге мүмкіншілік береді екен. Қысқаша мысалдар. Сақтандыру үшін, мысал үшін, сіздің бір кішкентай ғана бір кафеңіз бар деп есептелік. Су тасқыны сияқты табиғи бір апаттарды қорғау үшін, сондай бір табиғи апаттардан қорғау үшін, сіз бір мүлкіңізді сақтандырамын деп шешім қабылдайсыз. Бұл сақтандыру сізге бір залал келтірген жағдайда қаржылық қолдау көрсететін болады екен. Келесі бір мысалды көрейік. Технологиялық көшірмелер. Сіздің бәлкім бір IT компанияңыз бар. Бұл жерде сіздің өте бір маңызды жәнегі мәліметтер сақталып тұр да, соның ішінде. Сіз сол технологиялық егерде бір риск пайда болатын болса, онда сіз маңызды мәліметтердің бәрінен айырылып қалу мүмкін жәнегі рискісі бар. Сол кезде обычно серверларда бэкап деген нәрсе болады. Олар бір емес, екі сервер қойып қояды. Біреу істемей қалған жағдайда екіншісі көшіріп тұрады. Сол арқылы бұлар жәнегі тәуекелді рисктарды азайтады екен. Сіздерге тапсырма, өз бизнестеріңіздегі рисктерді анықтаңыздар, ойланып көріңіз. Сіздің бизнесіңізге, жобаңызға қандай рисктерге ұшырауы мүмкін? Бұл рисктердің тізімін жасап, солардың алдын алыңыз. Алла тағала сіздерге берекетін берсін.